Ал жастар, енді назарды ортаға бұрайық. Мына керемет той жайлы әңгіме дүкен құрайық. Барлышамыз жайғасып отырдық па, болды ма? Сәл өзара әңгімені сәл тоқтата тұрсаңыздар. Бұл қуаныш сіздерге неше уақыт болған белгісіз, маған жеткеніне бір айдың жүзі болды. Мұхаммеджан үйленіп жатыр. Наурыз тойды бастар деді. Қуанып қалдым. Рахмет шақырғандарыңызға. Той беташарымен болады. Ровына сағат 5-те бастаймыз деді. Үлкен ағасы күнде хабарласып, бүгін азанда да 3 мәрте звондады. Наурыз 5-тен кешікпе. Мен білем ғой, Шымкенттің тойында күнде шығам ағайын. 5-те той басталмайды бізде. Кем дегенде 8, жоқ, біздің қонақтар пунктуальный деді. Жан жақтан жиналады, 5-те бол деді. 5-те келдім ағайын тойханаға. Шынымды айтайын, столдар әлі жайылмаған. Мұхаммеджан шорт үймен алдынан шықты. Айтшы Мұхаммед, шорты футболка киіп алған. Әлі Аружанды көрген жоқпын. Құталық болып жатыр. 6 болды, әлі отырмын. 6:30, 7 болды, 8 болды. Қазір сағат 9 болды ағайын. 4 сағат босқа кетті. Қазір ертерек бітір, жол алыс қайтамыз деп жүрмеңіздер. Кенже баланың тойы қанша кеш басталса, сонша кеш бітсін. Келсіз қой. Маған кірген кезде Мұхаммеджанның ағасы айтты: Наурыз, қонақтарға ескертші. Бүгінгі тойдан бізге ақша маңызды емес. Кенже ініміз тойдың керемет өткен маңызды. Барлық қонаққа ескертші, бір соңына дейін қатысыншы, тойдың қайтып кетпей. Кім тойдың соңына дейін қатысады, берген той анасын қайтарып береміз деді. Кім тойдың соңына дейін қатыспайды, тілек айтып, столдан пакетіне анауына жинап қайтып бара жатады, сол келіншек қайтарым, үйлеріңе жетпей, пакеттерің жыртылып қалсын. Соңына дейін қатысайық деп жатқанымыз ғой. Енді бірден тілекке шығарып мазаларыңыз алмайық. Арамызда осы 2 жасқа үлгі болатын жандар бар шығар. Сол жандарға бір ерекше сыйлық берейік. Бүгін той біздікі болғанмен уақыт Алланынікі. Уақытты сәл топтастырып, тілекті топтастырып, уақытпен санасайық. Подарка өте көп. Заттай да сыйлық болады, тойдың ортасында ақшалай да сыйлықтар таратамыз. Ендеше заттай сыйлықтарды алып келіңіздер. Осы той басталмай жатып, бірінші үлгі болатын тұлға жандармен бірге отырған шығармыз. Сол ардақтыларға сыйлығымыз таратайық. Ойынның аты «Біз іздейміз» деген ойын. Осындай жандар бар ма арамызда? Ең немересі көп, атама, апама сыйлық берем, просто бол, билетпейм, сұрақ қоймайым. 30 немересі бар, 25 немересі бар, аталар бар ма, апалар бар ма, сыйлық берейін. Сыйлық ал келіңіздер, үлкен сыйлықтардан беріңіздер. Біреуін, аха. Қай ақсақал, қай апамыз, қол көтерейік. Немересі көп жандарға сыйлық берейікші. Мұхаммеджан мен Аружанға жолын берсін. Кім бар? Қаншау? Апам ба? Қаншау апа? 34. Қанша сізде? 34 немересі бар апаға береміз ба? Саған терді төгерем, бар нәрсемді беререм. Жоқ елемек. Не аяма дейді? Менің үлкен ешкім жоқ. Менің шөпшегім бар дейді. Апа береміз ба? Екеуіне де берейік, үшеуіне де бер, мына. Жолын берсін Құдай қаласа. Аружан деген келіндеріңізге осы апалардың жолын берсін. Бер апаларға. Рахмет. Біз іздейміз ағайын. Осы уақытқа дейін өзінің келіншегінің көзіне шөп самаған еркек бар ма арамызда? Үйленгелі басқа әйелге қарамаған еркек бар ма? Үлгі болсын, Мұхаммеджанға жолын берсін. Кім бар? Қол көтерсінші сондай еркектер болса. Кім? Нақсы ма? Қайсыз ба? Кел аға, мына. Шапалақ ұрайық. Әйеліне адал еркек. Келіңіз. Келіңіз. Шығайық, шапалақ ұрып қойық. Бұндай еркектер аз қой арамызда. Рахмет. Ау. Деген несі, не үшін келдіңіз? Әйелің көзіне шөп салмадың шақырдың ғой? Әдем, тамаша. Қанша жыл болды үйленгеніңізге? 41 жыл болды. Вообще басқа әйелдерге қарамадыңыз. Ақшасына да қызықпадыңыз. Ештеңе қызықпадыңыз вообще. Махаббат. Тамаша. Бүкіл жеріңіз істей ма негізі? Шапалақ ұрайықшына, берейікші сыйлықты. Мұхаммеджан жолын берсін.
адал еркек. Әдемі. Біз іздейміз ағай. Күйеуге шыққалы, басынан орамалын тастамаған жеңгеміз бар ма? Күйеуге шыққалы, орамалын шешпеген әйел азаматша бар ма? Сыйлық берейік. Қайсы? Жіберіңіз құдағиыма, келіңіз ортаға. Шапалақ ұрайық. Баланы біреуге берсеңізші. Баланы біреуге берсеңізші. Аха. Келіңіз жеңеше. Жүрегім теңін таппай жүрәлі. Әдемі. Олса қойыңыздар міне. Күйеуге шыққалы орамалын шешпеген текті келіншек. Қанша жыл болды тұрмысқа шыққаныңызға? 14. 14 жыл шешпедіңіз басыңыздан. Жумайыз басыңызда. Жатарда да тағып жатасыз. Мейлі, алыңыз. Шапалақ ұрайық, Аружанға жолын берсін. Орамалды келшек. Іздейміз ағайын. Жақында арақты қойғандар бар ма? Жақында арақты қойғандар бар ма? Кім қойды жақында арақты? Жастар бол қой, болашақта ішіп кететін сияқты. Кім бар? Жақында арақты қойған жан. Қол көтерсін, сыйлық берейік. Үлгі қой ондай жандар. Қой алмай жүргендер қаншама. Очкидегі кім ол? Бар ма? Шығарайықтан ағып отыр. Арақты қойып, кәдімгідей реңіз кіріп қалыптағы. Қанша уақыт болды қойғаныңызға? 1 жыл болды. 1 жыл? Қалай, өзгеріс бар ма? Бәр. Қойуыңызға не себеп болды? Болды ғой, жас келді. Жас келді, қой көріп. Намаз бастадыңыз ба? Бастаймыз. Ниет бар. Амал ниеттен тұрады. Шүкір, шапалақ ұрайық, міне. Арақты қойып, сыйлық алам деп ойламаған шығарсыз өміріңізде. Аман болыңыз. Біз іздейміз ағайын. Машина айдай алатын әйелдер бар ма? Аха. Машина айдай алатын әйелдер. Жоқ, сыйлық бермеймін оларға. Просто ұнамайды әйелдің машина айдағаны. Просто сұрап жатырмын. Жаман шыным келеді әйелдің машина айдағаны. Сұрайық. Күйеуге шыққалы енесін жамандамаған келін бар ма? Енесі туралы өсек айтпаған. Сен ба? Сен келін болсаң инабатты. Рахмет. Қанша жыл болды келін болып түскеніңе? 15 жылға кетіп жатыр. 15 жыл. Енеңмен қанша уақыт бірге тұрдың? 6 жылдай. 6 жылдай. Жамандамадың? Жамандамадым. Өсек айтпадың ол туралы? Өсек айтпаймын мен. Тек әңгіме айтамын. Енеңізбен тек әңгіме айтасыз. Әдемі. Ұрайық шапалақ. Міне, лайық. Енесін жамандамайтын келін. Лайық шығар, сыйлық алуға. Рахмет. Ең бала шағасы көп еркек бар ма арамызда? Жетеудің әкесі, 6 бала шағаның әкесі, ер азаматтар бар ма? Сыйлық берем. Ең бала шағасы көп еркек. Қаншау? 8 кел көк. Тамада 8 бала шағам бар, 40 немерем бар. Шүкір Аллаға. Әдемі. Ана қимылмен тудырасың ғой 8 бала шаға. Жалпы өзіңіз бұлай бала тудырудан басқа немен айналысасыз? Қалай? Не жұмыс істейсіз? Мен ба? Шофермін, кілтім тұрған міне. Ошым айдайын десеңізші не болса да. Шапалақ ұрайық. Алыңыз. Сыйлық сізді. Жолын берсін. Әдемі. Ал, қымбатты қонақтар, болды, рахмет. Қазір келесі ойынға тігеміз. Ойын көп. Әзірше осымен тоқтатайық. Осы үлгі болатын жандардың жолын осы біздің Мұхаммедша мен Аружанға берсін деп тілейік. Бала шағасы көп болсын, немересі көптерге беріп жатырық. Енесін жамандамайтын, басынан орамал тастамайтын, арақ ішпейтін
керемет осындай қасиеттер осы екі жастың бойына дарысын деп тілеймін.